Ассалаумағалейкум. Менің YouTube каналымның көрермендері. Көптен бері қолым тимеді видео түсіруге. Мынау еккен қиярларымыз. Бұны дуга деген тәсілмен ектік. Суару жүйесі тамшылату болды. Жалпы біз жақта тамшылату әдісі әлі бізде дамымаған. Бірақ соған қарамастан дамытуға тырысып жатыр қолдан келгенше. Әлі бұның бүге шегесін нақты жақсы білмейміз. Бірақ істеуге болатындығын айта кеткім келеді. Мынандай краниктер болады. Осы краникпен суды былай жауып қоюға болады. Былай ашып қойсаңыз да тоқтатып суды қайтып қосуға болады. Негізі мынандай жерге лайфлет деген шланга қолданады. Бірақ мен енді мынандай үйде шланга бар еді. Мынандай пластикалық труба дейма, шланга дейма. Осыны сол лайфлеттің орнына қолдандым. Бұл енді дуга дегенді біле білмейтін көрермендер болса айта кетейін. Бұл енді ертерек егініңізді мерзімнен бұрын ерте пісіруге, ерте көктемде шығып, ертерек пісіруге әрекет жасаудың бір тәсілі болып табылады. Бір айта кететін кемшіліктерін де айта кетейін. Бұны енді күннен де күйдіріп алады екенсіз. Минус 1, 2, мүмкін 0 градустың шамасында бұл дуга термос ұстай алмайды екен. Мен бұны бір жыл болды егіп жүргеніме, бірақ бұндай суыққа ұрынбаған едім. Өткенде проба есебінде бір жүк еккен болатын. Бұның біразын үстіп алдым. Сол түні наурыздың 27-сі түні біздің ауа райымыз қатты суықтау болды. 0 градус пен минус 2 градустың шамасында болды. Бұл көлеңке ұстай алмай қалады екен. Сіздерге де сабақ болсын. Бірақ бұл бірінші рет бұндай жағдай алып отырмын, болып жатыр менде. Шамалы тірі қалғандар болды. Қайтып түгелдеп егіп жібердік. Мынандай тесіктер істеп қоясыз жалпы. Бұл енді күннің ыстығына кішкене ауа беріп, ішіндегі өсімдіктің күйіп кетпеуін қамтамасыз ететін тесік вентиляция есебінде істедік. Ішіндегі қиярлар мынандай. Алда гүлдеп жатыр. Жалпы осылай істеп егіп көрсеңіздер болады. Тамшылатудың бір жақсы жері суды үнемдеп бере аласыз. Қаншама суға эконом. Онда суару жүйесі тезірек болады кәдімгі арықтан суарғаннан қарағанда. Сосын мына өсімдікке қызанақ болсын, қияр болсын, болмаса қауын-дарбыз болсын, сондай көкөністерге өзіне керекті қорегін, витаминін беруге болады. Жалпы тамшылату деген жақсы тәсіл. Алғаш кезде кемшіліктер көп болады. Күйдіріп те алуыңыз мүмкін, болмаса сүзіп те алуыңыз мүмкін. Алдағы уақыттарда қалай өсіп дамып жатқанын бәрін көрсетемін иншалла.